сәлеметсіздер ме? Отбасы банк арқылы үй аларда қандай құжаттар керек болады? Сол жайында айтатын боламын. Ең бірінші мында жазылған предварительный, промежуточный және жилищный займ, яғни алдын ала займ, аралық займ және тұрғын үй займы. Займ рәсімдеуші мен қарызды бөліп төлеушілер, яғни созаемщик пен гарант үшін қандай құжаттар керек? Ең бірінші жеке куәлігі, үйленген немесе тұрмысқа шыққан болса, әйелінің немесе күйеуінің жеке куәлігі, содан кейін неке қию туралы куәлігі, немесе бұзу туралы куәлігі, свидетельство о смерти, яғни қайтыс болған жағдайдағы куәлік. Сосын төртінші, бізде егер кәмелетке толмаған балалары болса, солардың барлық куәліктерін оригиналына келеді. Мұнда адресная справка міндетті емес деп айтты маған, себебі өздерінің программалары бойынша шығып тұрады. Содан кейін справка о заработной плате, яғни жалақысы жайында 6 айлық есептік көрсеткішті апарасыздар. Содан кейін егерде күйеуі немесе әйелі жұмыс істеген жағдайда олардың 6 айлық есептік көрсеткіші. Содан кейін мында пенсионные отчисления міндетті емес за последние 12 месяцев. Сосын отчет первое кредитное бюро, оны да өздерінің программалары арқылы қарап біліп сіздерге айтып береді. Справка из ГЦВП о размере пенсии за последние 6 месяцев, выписка из карточного счета БВУ о размере пенсии и пенсионная книжка удостоверения. Яғни осы бізге керек. Екінші нарықтағы банктерден аласыздар. Содан кейін мұнда егерде военнослужащий болса, міндетті түрде жыл выплата, ол да 6 айға, және атында үй жоқ туралы осы 3 құжат керек болатын болады. Сосын ИП ол бөлек, яғни предпринимательдердікі бөлек қарастырылады. Содан кейін бізде үй алу жолында өтетін кезеңдер. Бірінші, яғни сіз отбасы банк менеджеріне барып консультация аласыз. Ол сізге керекті құжаттардың тізімін береді. Екінші, сіз сол құжаттарды жинап өтінім бересіз. Үшінші, барлық құжаттарды қарастырып, сіздің кредитный историяңызға табыс көзін растай алмай ма, барлығын сол 3-5 күнде қарайды. Төртінші, банк, яғни келісім шарт жасайды, купля-продажа келісім шарты, регистрация жасалынады, ол 1 күн өтеді. Содан кейін 5-ші, займ келісім шарты құрастырылады, яғни ол 2 күнге созылады. 6-шы, регистрация договора залога в уполномоченном органе, бұл соңғы кездерінің бірі, яғни 5 күнге созылады. Сосын 7-ші, подписание договоров, яғни 2 жақта қол қойылып, сізге займ рәсімдейді. Ол 1 күнге созылады. Сонымен барлығы есептегенде 2-3 апта кетеді. Егер мен берген ақпараттар пайдалы болса, мені қолдап, лайк басып, тіркеліп өтсеңіздер. Рахмет.